Ассалаумағалейкум достар. Так, бүгін біз мен бір комментарий қалдырып кетті бір кісі, мектептің стендтері жайлы сабақ жазсаңыз деп. Сол туралы мен қысқаша айтып өтейін. Мен бір мына интернеттен мына бір стендтің үлгісін көшіріп алдым. Енді стендтің ешқандай қиындығы жоқ қой. Бұл жерде тек қана формалармен ғана қызықты болу үшін алып отырмын. Так, бастайық, бисмилля. Мысалы, мына стенд бізде мектепте аламыз А4, А4 форматына сию керек. Бұның размері 210, яғни 210 4 штук. Жоқ дегенде 1 метр шығу көп тұру керек мына жер. Сондықтан мен бұны қалай аламын? Примерно размер аламын. Енін 1000, биіктігін 1200 деп алайын. 1-де 120 деп алайын. Міне. А4 форматты қалай аламыз? Мына жерден А4 деген форматты аламыз. Оны 2 рет басамыз. Бізде 210-да 297 деп шығып тұр. Бұл размер дәл осылай алсақ, біздің неміз, кармашкіміз дейді, ол кармашк дейді. Сыймай қалады. Ол үшін не істейміз? Біз жан жағына жоқ дегенде 3 мм-дан болмаса 5 мм алайын. Запаспен аламын. Екі жанына қалдырамын. Және қағаз еркін сыю үшін 1 мм запас болу керек міндетті түрде. Яғни мен аламын да 215, 211 болмаса деп алуға болады. 211, міне 211. Және жалпы размері бізде 221 болады екен. Яғни 297 биіктігі болса, бұның астына тағы да 5 мм келеді. Яғни бұл 5 мм қайдан алды деп осыр? Ол деген бізде мына кармашек, яғни осы қалтаны салу үшін, жабыстыру үшін қағаз түсіп кетпеу керек қой астына. Соны ұстап тұратын бізде прозрачный, болмаса жаңағы двухсторонний скотч дейді, сол ұсталып тұру керек. Оны мен артығымен алып жатырмын 5 мм, негізі одан да жіңішке болады. Яғни төмен аламыз, сол кезде біздің размеріміз біріктіре сайын сыртқырағы нөлмен. Бізде ол қандай размер жасау керек? 302-де 221. Біз бұлай жасауымыз болады. Артығымен 305, ал биіктігін 225 жасайық. Сол кезде кармашек бізде еркін сиятын болады. Ал бастайық. Кармашкімізді салып алдық қой бізде. Оны бірден бүйтіп салуымызға болады. Жаңа размерін біліп алдық. 225-те 300 қанша еді? 308, 315, 305. Енді алдың сабақтар өткендегіні бәріңіз білесіздер, мынандай ойықты алып тастау үшін вычислить деген инструмент қолданамыз. Еркін размерін еркін ала бересіздер көз мөлшермен. Екеуін центровать етесіздер, мынаны былай кетіп қалса центровать етіп біріктіресіздер да, екінші мынаны исключение деген бассаңыз кесіп тастайды. Міне. Ол бізде кармашек дайын. Енді мынаны қояйық. Мынаны шетке қоя тұрайық. Кармашек дайын бізде. Бөлшеп тастау болады. Мына жандағы формасын оны қалай істейміз? Оны бұлай жанына копировать етейік тағы да. Болмаса әртүрлі әдістер бар, нердені. Мынаны тартып тұрып етсеңіздер, копировать сюда дейді. Міне осылай істеңіз болады. Болмаса мен мышкамен бұлай копировать ете саламын. Енді размерін байқап тұрғандарыңызда мынау кішкене одан үлкендеу екен. Яғни бұны мен 120 жасайын ең. 120-да 120 таза квадрат болып тұр. Мына қисық сызық болып тұр. Оны мен свободный деген инструментін алып, төмен тарта салайын. Көз мөлшермен. Осын 3 точкалықты аламды, сызықты, қисық сызықты. Қарап отыр, мынау шамал төмен тұр мына жерден. Яғни примерно осы жерден аламды, тартып шығам. Болды. Енді біз мынаны жоғары көтере салайық. Және мына жерде интерактивный заливка, интеллектуальный заливка деген бар, осын бассақ, міне бізде белгілеп берді. Артықтарын барлығын алып тастаймыз. Мына форма шықты бізде. Бұна жағынан тартып тұрып, сол жағынан оңға тартып тұрсаңыздар, сіздің копировать етсеңіздер, зеркальный копировать. Бізде шапкасы дайын болды. Енді не істейміз? Енді біз осыны жасап алайық. Жоғар жағындағысын. Яғни мынаны лента дейміз бе? Түс беріп алайық, ең қарапайым нәрсесін үйренейік. Копировать етіп түсіп алайық. Кез келген түс негізінде палитраны ала беруге болады. Сам болсын, қандай болсын. Және бізде мына жерде заливканы алып тұрамыз. Интерактивный заливканы басамыз.
мына жерде градиентный залив, фонтанный залив басамыз да, мына жерде екіншісінде эллиптический дейді, яғни радиальный деп алуға болады. Радиальныйды алсаңыз міне осылай тұра берсін. Енді бізге не керек бұл жерде? Бізге мына бәйтерек керек. Бәйтеректі алу үшін интернеттен ала саламыз. Google-ға жазсақ бәйтерек дейміз да. PNG, PNG дейді форматын алсақ, бізде дайын интернетте болу керек жалпы. Мынаны алса болады екен. Осыны аламыз да, копировать алып, мына жаққа вставить басайық. Әрине мынаның барлығын алып тастаймыз. Сапасына көңіл аударамыз. Photoshop'та кесіп алып тастауға болады. Дәл осыны алған сияқты екен, бірақ ұқсап тұр. Бұны аламыз да, біз Photoshop'та алып тазалап тастаймыз. Так, міне мен қойып қойдым, тазалаған түрін. Так, осылай қойық. Кішкене көз мөлшерінен кішіретейік. Енді бізге мынау несін жасау керек? Лентасын. Лента жасау үшін еш қиындық жоқ. Мынаны 3 точкалықты аламыз. Дәл центрдан алайық. Аламыз да бұлай артығын кесіп тастаймыз. Енді бізге мынаусын салуымыз керек. Мынау жерін салуымыз керек. Бір түс беріп қойық. Shift page up-пен бетінен шығарайық. Енді мына жердегі мынаусын салайық. Тағы да интеллектуальный зарядканы қолдану болады. Енді мынаған бәрін выделять етіп, сгруппировать етейік та, зеркальді етейік міне. Енді мына екеуін бәрін разгруппировка жасап, мына екеуін біріктірсек, ортасындағысын алып, точкасын алып тастап, мына әдемі болып шықты. Енді бұған заливка береміз. Осы заливка келесі барлық ленталарды бірдей болатын болады. Міне екі жағына көкшілді берейік, ортасына түс беріп отырамыз. Так, біз мыналар зұғып жерді, біз иіп жасадық, ода тұрған ештеңе жоқ. Осылай қалдыруымызға болады. Мына түсті қатты яркий болып тұр. Оны біз сәл жөндеп жібереміз. Көкшілде қылып жібереміз. Так, сонымен болды. Мынаны копировать ете саламыз заливкасын. Енді аламыз да, бүйтіп выделять етіп. Мынаның астында қалып қапты, оны біз заливканы копировать ете саламыз. Осылай қалдыруымызға болады. Осыны алып, мына жаққа копировать ете саламыз. Копировать заливку дейді. Бітті, мынаны аламыз да, сгруппировать етіп, мына контурын бәрін алып тастайық. Оң жақ мышкамен бассаңыз, өшіп қалады. Бізде лента дайын. Енді мына не деп жазып тұр? Тәрбие мен білімнің алтын ұясы мектеп дейді. Және оның барлығын жазып тастайын. Times New Roman-мен жазылған. Біз енді кез келген текст жаза берейік. Тақырыпты ауытқымау үшін тура не дегенде жасай берейік. Жирный қылайық. Және мынаның бойына жазып шығу үшін текстті басамыз. Текстқа кіреміз де. Текст вдоль пути деген бар. Бір минут. Мына жерде разгруппировка жасайық. Мынаны екіге бөлеміз. Бірінші тәрбие білімнің дегенде жазып шығайық. Осы жерде болсын. Ctrl-K арқылы бөліп тастаймыз. Енді жеке тұр. Мектеп алтын ұясы дегенде де солай істейміз. Бұлай тұрған болса біз аламыз да, бұлай зеркальтете саламыз. Төмен түсіре саламыз. Бұны да Ctrl-K арқылы бөліп тастаймыз. Енді түс береміз. Сары түс. Кайма дейді. Каймасы. Мына жерден пипеткімен, мына жерден бір түс. Темный аласайық бір. Көктің. Миллиметрға келтіреміз.
мына жерде 5 мм кетірейік, печать под заливкой деген бассақ, міне. Енді осымен бізде не? Так, жазуы дайын, жанында оюларын қоя саламыз. Оны біз сохранить етуді ұмытпайық. Мектеп сценасы жасау сабағы деп сохранить етейік. Кеттік, келесі. Узор. Енді біз оны қай жерден аламыз? Мектебін мемлекеттік тудан аламыз. Бөлім сгруппировать етіп, мына жерге қоямыз. Мына жерде кішкене былай дұрыс нетпепті. Мына жерде біз осы бағытын қояйық. Әдемі көріну үшін. Енді біз оны не істейміз? Мынаны page down арқылы, control page down арқылы төмен түсіріп отырамыз. Түсті. Енді артығын біз алып кесіп тастауымызға болады. Дәл осыны аламыз да, копировать ете саламыз. Тағы да control page down арқылы түсіреміз. Сонымен бізде шапкасы дайын тұр. Енді полный группировка жасайық. Болды, бізде бұл дайын. Енді не істейміз? Енді мына кармашыкты түсін бояйық. Кармашыктарды қойып шығайық. Бізде кармашык бар, ол бағана жасалған. Аламыз да мында қоямыз. A4 дейді. A4 бізде қарасаңыз өз размерінде, мына эскиз бойынша мысалы 4 болса, бізде 4 сыйып тұрған жоқ. Сыйғызу үшін не істейміз? Мынаны жаңа қойып шығайық, бірінші сыя ма екен көрейік. Сыяды, бірақ өте тар болып қалады екен. Сондықтан бұл размерді біліп алдық қой біз кішкентай екен. Бұл размерін былай шетке қойайық. Мына стендтің размерін былай қойайық. Бағана айтқандай, мынаның енін біліп алсақ, бізде мына үлкейтіп алу еркін келеді. Оңай шығады. Мысалы қараңыз, 1, 2, 3, 4 стенд болса, 4 кармашық болса, ортасында 5 өдіш, 5-210, арасында 5-5 сантиметрден. Мына жерде размер үлкен болу керек болып тұр ғой. Мына 120, 150 дейме, сондай болу керек. Жарайды, ол маңызды емес. Бізге маңыздысы мынаны кеңейте саламыз. Еш қиындығы жоқ, міне былай. Ол проблема емес. Еш қиындығы жоқ. Және бұны жаңағы кармашықтарды қойып шықтық қой. Бір кармашықтың ескезін жасап алайық. Мына жерге айтқандай. Дәл осы размерді аламыз, контурға кіреміз, кішірейтеміз, 5 мм-ға кішірейтейік. Міне. Енді осыны аламыз да, жоғары көтеріп, узелдар арқылы жоғары көтеріп, шетке қойып көшіріп алайын, каймасы салып шығамыз. Кесіп тастаймыз, міне каймасы дайын бізде. Кармашты өз орнына қоямыз. Каймасын бізде қандай түс? Мына жерде сары дейді, сары түспен жасайық. Сары түспен боядық. Енді өзін көкшілдеу, болса ақ бола берсін. Енді Ctrl Page Down арқылы төмен түсіреміз, біріктіреміз, және прозрачностьқа кіреміз да, бұлай тартамыз. Әрбір сызықтың бойына қойып шығуымызға болады біздің түстерді. Ол түс болып шықпайды, бізде ол тональность, яғни прозрачность болып шығады. Міне қалды. Енді A4 деп жазбай қойық, болмаса жаза салуға болады, еш қиындығы жоқ. A4 деп. A4 деп жазылды. Сгруппировать етілді, ұмытпаңыздар етуді. Және көшіріп екі жанына қоямыз. Барлығын біріктіреміз. Ctrl-G арқылы центровка жасаймыз. Енді төмен түсіреміз. Бізде дайын болды. Мына шапкасы бағана кіші болып тұр, оны біз тарта саламыз пропорционально. Бұрыштан тартып отырмын мен. Байқап отқандарыңызда мен бұлай тартпаймын. Тек бұрыштан тартам, пропорциясын өзгертпеу үшін. Міне. Контурын алып тастайық. Біздің центральныйымыз почти дайын болды, бірақ төменгі жағында мына несі бар екен, узор. Ол да еш қиындығы жоқ. Ол мұны аламыз да, мысалы мынаны төмен түсіріп, копировать ете саламыз. Түс береміз, болмаса бірден мынаның заливкасын алып басып тұрамыз да, копировать заливканы басамыз. Міне, бізде дайын болды. Шамалы көтерейік, жан-жағынан кетірейік. Мынаның астында мынау ауысқан жерін көтерейік тағы да. Кішірейді, жіңішке қылайық. Мынаны бүйтіп шетіне қарай апарайық, бетіне шығарайық.
төмен түсірген екен. Бұл жердегі бір қызығы, мына қарап отырыңыздар, мына жерде мен галочканы алып тастаймын, мына жер бұрышын мына жерде домалақ қылып июім керек. Міне, байқайсыздар ма? Дәл осыны мен төменгі жаққа да істеймін. Бірақ мен бұлай істеймін. Бұлай қоя саламыз. Міне, бағанағы интеллектуальный заливканы көшіре саламыз. Сызықты алып тастаймыз. Мына жаққа да дәл солай. Оны центрға келіп, бір бағытын, бір жағын жасап алсақ, қалған жағын жасау оңай болады. Зеркальтет көшіре саламыз ғой, былай айтқанда. Светлый тондарды алып тастайық. Енді бағана біздің мемлекеттік тудағы узорымызды аламыз. Бағанамыз мына жағын алып тастаған болатынбыз. Осы жағын көшіре салайық. Зеркальтетіп. Міне, болды, сгруппировать етеміз. Енді мынаны дәл ортасына қоямыз. Үлкейтеміз. Шетіне қойық. Қатты грубы болып кеткен жоқ па? Қарап отырыңыздар. Оның барлығын алып жіңішке қылып жіберейік. Міне. Артықтарын центрға келтіреміз. Сгруппировать етеміз. Артығын алып тастаймыз. Мынаның барлығын бетін сгруппировать етіп, бетіне шығарамыз. Shift page up. Міне. Енді мынаның барлығын қайтадан біріктірдік. Бір тұтас қылып бұны аламыз да көшіре саламыз. Тарс. Міне. Мына жағы шығып кетті, мына узор сол үшін міне теңесіп тұру керек мына жағы. Міне. Енді дұрыс болады. Міне. Дұрыс болды. Бұны қайтадан бірдей қылғыларыңыз келсе, бүйтіп екеуін выделять етесіздер да біріктіре саласыздар. Міне. Тарта саламыз. Болды, бізде бұл барлығы дайын болды. Мынаны қайтадан Shift page up арқылы үлкейтіп, бетіне шығарып, көшіріп қойдық. Сонымен бізде бұл дайын болды. Асты мен үсті дайын болды. Бір стенд ортадағы. Жандағы стендінде дәл солай әдіспен жасалады. Яғни, мысалы мынаны аламын да мен, фонын аламын да, скопировать заливку деймін. Міне. Көшіріп қоям. Бұлай қарай. Кармашықты аламын. Кармашықтарды алып, бұлай жанына қоя берем. Міне. Арасын интервалын бірдей қылам. Биіктігі осы интервалын бірдей қылам. Міне. Бұлай арасын ашып жіберуге де болады екен. Бізде мынамыз үлкейді ғой, бұл да шамамен үлкейеді. Бәсе неге сыймай тұр десем, бұл кішкене бұлай үлкейеді. Үлкейгенде қалай жалпақ болады бұлай қарай. Сол кезде міне біздің стендтеріміз сыятын болады. Астына мынаны узорды көшіре саламыз. Бірақ көшіргенде де қараңыздар. Мына төменгі, мына жоғарғы узор. Мына төменгіден жалғасып кетеді. Яғни біз алған кезде мынаның бәрін өшіріп тастауымызға болады. Мынаны аламыз да, мына төменгі узордың деңгейімен қоя саламыз. Яғни мына жерге дейін келеді, артығын алып тастаймыз. Мына жақта бағана иілген тұра берсін. Көшіріп, бұны поместить контейнер дейді. Осы арқылы мынаны ішіне кіргізіп жібереміз. Бұл сабақты мұқият қарап отырыңыздар. Алдыңғы сабақтарда үйреткен барлық инструменттер, яғни әдістер, эффектілердің барлығын қолданып отыр осы сабақта.
мен мына бұрыштыққа описанияға тастап кетем. Описанияға емес, подсказкаға. Яғни осы жерден егерде жаңадан қосылып отқан подписчиктер болса, соны қарап алуларыңызға болады. Бұл не істеп жатыр деп түсінбей жатсаңыздар. Және мынаны аламыз. Былай бағыттай саламыз. Көрейік бағыттап қалай болады екен. Келе ме екен? Жобалап келеді екен. Негізінде кішкене айналдырайық. Барлық инструментке жаңа неге қалай айналдырады дегендерге тоқтап жатқам жоқ. Өйткені айтып өткендей, барлығы өткен сабақтар. Міне, мына жерде не дейді? Мұғалім мектептегі басты тұлға дейді. Мұғалім, короче, самый главный деп тұр ғой. Бұны аламыз да. Жазып көрейік. Мұғалім. Мен деген ұмытып кеттім. Бұны бағанағыдай біреуін копировать етіп қойып қояйық шетке. Бізге қандай шрифт дейді? Размері 142 дейді, жарайды. Бірінші мектеп, мұғалім мектептегі деп жазайық осыны. Басты тұлға дейді. Мұғалім мектептегі басты тұлға. Және осыны аламыз. Мына жаққа үлкейіп тартамыз. Және мына эффектін барын көшіру үшін shift ұстап тұрып алдыңыз. Мына жаққа копировать еткен кезде скопируй все свойства дейді. Сол кезде барлығын көшіріп береді. Бағанағы әдіс бойынша мынаны аламыз да разгруппировка жасап қойық ортасындағы. Яғни мына сызықтың бойымен қазір түзеп береді. Мынаны екеуін бөлеміз. Ctrl-K арқылы жеке-жеке болу үшін. Мұғалім текстке кіріп вдоль пути дейді. Мұғалім дегенді басайық. Қайтадан Ctrl-K арқылы бөліп тастаймыз. Міне басты тұлғаны басамыз. Бұны да белгілейміз. Зеркальтеп қойын түсіреміз. Бұрышынан тартсаңыздар осылай өзгертуге келеді. Неге ондай болып жатыр деп сұрақта қойсаңыздар, ойланып қалсаңыздар, міне тағы да Ctrl-K арқылы бөлдім. Яғни бұл дайын болды. Сонымен жанындағы мына жердегі фонда кітап және карта тұр екен. Ол бізде түк қиын емес, интернетте барлығы толып тұр. Кітап деп таңдайық, терек. Книжка. Бұл жерде қазақша білесіздер ғой, дұрыс термейді әлі. Енді болады шығар, Құдай қаласа. PNG деп не дейік. Так, ашылған кітап бізде бар ма? Ашылған кітап. Қандай болып тұр? Книжка раскрытая деп жазайық. Соншама ненің ішінен табылмаған ма? Мынау ғой деймін. Құдай біледі, осы ғой, мынау да сол ғой. Аламыз да. Сохранить деп бір керекті жеріңізге сақтап алыңыздар. Мынай горлыға тарта саласыздар. Міне. Так, мынау дұрыс сақталған жоқ. Ашылу керек. Жерде скачать деген болу керек. Міне бәсе. Бізге керегіміз рекламасы. Міне көшірілді. Көшірілген соң тарта саламыз. Міне бізге келіп тұр. Дәл осы кітап екен. Мына бетіне аламыз да, дәл ортаға қойып үлкейтеміз. Shift басып тұрып үлкейтсеңіздер, барлық жағынан пропорционал үлкейеді. Яғни мына кітаптың тең жартысынан былай қарай кесіп тастауға болады. Енді екіге бөліп тастадық. Қатты үлкен болып кетсе, кішірейту қиын емес. Жалпы мынаны былай қоюдың қажет жоқ, бір жағы дайын ғой бізде. Міне көшірейік. Узордың түбіне дейін сүріткенбіз. Артығын PNG-да бүйтіп көтеріп қойайық. Және мына Shift Page Down, Ctrl Page Down арқылы түсіріп отырамыз. Мына бұны болмаса алып копировать, көшіріп вырезать етіп алсыздар да, мына ненің ішіне кіресіздер. Жаңағы Power Clip, я болмаса жаңағы контейнер дейді, контейнердің ішіне кіресіздер да, вставить деп бассаңыздар, және Page Down, яғни мына узордан аспай тұрсын.
болды. Байқап отқандарыңыздай дұрыс болды. Және мына жерде бір узор, енді узордың еш қиындығы не дейді? Мектептің жүрегі мұғалім дейді. Мұғалімді әбден реклама жасапты. Times New Roman және курсивпен жазылған, жирный, темно-синий, көк түспен жазылған екен. Көк түспен бізде салайық. Яғни мына бұрышқа келіп, қоя саламыз. Барлығы жақсы оқылып тұр. Мына жергенде узор ол пожелание қойылса болады, мен сіздерге барлығын қойып отырмайын. Мысалы аламыз да, бұлай копировать етіп, мына жерде зеркалить деген бір, отразить деген басы саласыздар. Мына жерде центрда тұру керек. Тарс болды. Яғни мына жерде жазулардың барлығы бізде зеркалить етті, ол қиын емес. Біз аламыздан оны алып тастау болады, болмаса бұларды алып зеркалить болады. Түкте қиындығы жоқ. Мына жерде текст алып тастайық. Бұл жерде, по-моему, мен ойымша басқа текст келу керек. Не деп жазылып тұр? Тәуелсіздік ел тірегі, білімді ұрпақ дейді. Тәуелсіз елдің ел тірегі. Все, текст таңдайық. Бағана әдіс бойынша бұны аламыз да. Яғни мен текстті алып, көшіреміз. Скопировать все свойства деп. Өздеріңіз біліп отқандай мұнан бағананы Ctrl-K арқылы жеке-жеке бөліп аламыз. Яғни бір болып тұр ғой. Ctrl-K-ны бассақ, бөлініп жеке-жеке тұрады. Тәуелсіз ел тірегін басамыз. Текстке кіріп вдоль пути, текст вдоль путиді аламыз. Мені таңдаймыз. Кетті. Ctrl-K арқылы тағы да бөліп тастаймыз бұны. Білімді ұрпақты таңдап, текст кіріп қайтан текст вдоль путиді басамыз. Мені келе қалды. Так, бұны да біз Ctrl-K арқылы бөлеміз. Болды. Так, мыналардың барлығы қиын ештеңе жоқ. Бұны зеркалить етіп тастайық. Бұл жерде не жазып тұр? Жақсы шәкірт ұстаздың мақтанышы дейді. Міне өздеріңіз байқап отқандай, бұл стендті жасап тастадық. Еш қиындығы жоқ. Бізде мынау қалқапты. Енді ол шапкасы ол етіп, еш қиындығы жоқ. Бағанағы әдіс бойынша жасалады. Жалпы үйрейін деген осы. Бұл жерде деген ойланатын нәрсесі бар. Ойланған кезде көбінесе обработка дейді ғой, мына жерде мысалы фондағы сурет болса, соны бүйтіп өңдеп алып шығу керек болады. Дайын болса, жаңағыдай кітапты қойғандай қоя саламыз. Сосын мына бір үстінде бір рет жасап алсаңыздар, ары қарай жасау өте оңай болады, ары қарай қиын емес. Ұнаса лайк басып отырыңыздар, және менің мына жерде Telegram каналыма кіріп поискке Corel KZ деп терсеңіздер, Corel сабақтары деген шығады. Бірінші енді ашылды, жаңадан 19 подписчик болды. Құдай қаласа 1000-ға толса, мен деген сабақтардың барлығын басқа деңгейде өткізетін боламын. Қазіргі барлықтарыңыз көріп отқандай, қысқаша шолу болмаса белгілі заттар дайындау ғой. Дизайн бойынша мен сабақ өтпеймін. Дизайн жасау әркімнің өзінің қиял фантазиясына байланысты. Мен тек инструменттерді қалай қолдану керек екен, және қалай дайындау керек екен, производство өндіріске жарнаманың түрлерін соларды ғана өтедім. Ал логотип жасау, оның барлығын тек қана мен әдіс тәсілін ғана үйретемін. Ал адамның өзіне байланысты қалай жасау керек екенін және тек жолын ғана көрсетіп берем. Көріп отсаңыздар, мына жерде установка бар және установочный программа бар, салып қойған. Corel керек болып жатса, мен установочный программаны жазып қойдым. Осы жерден бассаңыздар, міне ссылка ашылады, осыны арқылы көшіруге болады. Міне барлық менің каналымдағы видеоларын бәрі көріп шығуларыңызға болады. Қысқаша, мынау мен қысқаша 25 минутта қалай үйрену болады деген ішінде де айтып өткем. Ал толық обзор, яғни инструменттер жайлы міне екінші сабағым бар. Осы жерде барлық инструменттерін қалай қолдану керек екенін жаңа айтып өткен, сол жайлы айтып өткен болатын. Жақында видео салдым мен интерфейспен танысу деген. Бұны да мен алдын ала түсіріп алған болдым, біраз болды. Осы жерде де алдыңғы сабақта айтылмаған бір керекті жерлер бар. Яғни
өздеріңіз үшін көрүүлөрүңүзгө болот. Мына жерде мен табличка жасау және лазерге дайындау деген өттім. Яғни жарнамаға кімді рекламный агентствода жұмыс істегісі келеді, болмаса жұмыс істеп жүр, жаңадан бастап жатыр ма, соған байланысты соларға арналған сабақтар деп айтуға болады. Өйткені мен бұл салада жұмыс істеп жүргеніме біраз болды. Сіздерге біраз пайдалы болсын деп бөлісіп жатқаным. Жақсы, осымен сабақ аяқталды. Сау болыңыздар. Back in that, yeah. Tell them to watch it. Now I ain't talking my pockets. Just know we ain't running out the way that we stock it. If I got it, you got it.